Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бананның пайдасы және зиянды жағын зерттейтін боламыз. Банан ол экзотикалық жеміс, пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананның пайдасы өте мол. Жемістің құрамында калий, фосфор, темір мен витаминдер мол. Әсіресе бұ тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене ісінген кезде де бананның пайдасы өте көп. Қан қысымы жоғары баспамен, жүрек қан тамыр ауруларымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған, ұмытшақтық деңгейген кезде де бананның пайдасы мол. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға да зияны бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға да банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс, ал бүйрекке ағзадағы судың жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыр қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыр сусап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазан ауыратын адамдарға да болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қышылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққанда банан жемеген жөн. Себебі қандағы глюкозаны көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп. Онсыз да толық адамды одан әрі толуына себепші болуы